Лемянская атындағы номер 23 мектеп-лицейінің 3-гі сынып оқушысымын. Мен қазақ ертегілері және Ыбырай Алтынсарин атамыздың ақылға бай әңгімелері мен өлеңдерін оқығанды жақсы көремін. Ыбырай Алтынсарин тәкаппарлық. Беньямин Франклин деген даңқты білім иесі, Америка жұртының кісісі 18-дегі жас күнінде Медера деген қаланың бір қарт адамына қонақ болып шығар уақытта қарт ішкергі бір есікке Франклинді шығарып салуға алып келеді. Франклин бұл кісіге сөйлесе келе алдында не барын аңғармай есікке жақындағанда қарт дауыстайды: «Еңкей!» деп. Сонда сүй дегенше болмай есік аласа екен. Маңдайшасына Франклин маңдайымен тарс ете түсті. Сонда қарт күліп айтты дейді: «Бұл кішкентай реніш, екіншіде сізге ақыл болар. Ұмытпағайсың, сен жассың, өмірің алдында. Басыңды тым жоғары ұстамай, кішкене төменірек еңкіреп жүрсең, мұнан да артық неше соққылардан құтыларсың». Бұл сөзді Франклин 80 жасқа келгенше ұмытпай айтушы еді. Сол қарттың айтқаны маған пайда болды және көзіммен көрдім. Басын жоғары көтерген тәкаппарлардың нешеуінің әлек болғанын деп. Елген басты қылыш кеспес деген нақыл сөз де осыдан қалса керек. Ыбырай Алтынсариннің «Ананың шиуі» өлеңі. Ананың шиуі: «Кім сендерді балалар сүйетұғын, қуанышына қуанып, қайғыңа күйетұғын. Түн ұйқысын төрт бөліп, кірпік қақпай, шешем бағыз дамылсыз жүретұғын. Кім сендерді балалар тербететін, еркелетіп ойнатып сергітетін. Жалқау болсан балалар, жаман болсан, қамқор анан көз жасын көлдететін. Кім сағынар сендерді шетке кетсең, ғылым іздеп тез қайтпай көпке кетсең. Ұмытпа, ең кемінде жұлдыз сайын хат жазып тұр, төбесі көкке жетсең. Кім сендерді сағынар келгенше, құлымдарын көзімен көргенше. Сендер қайтып келгенде адам болып, еш арманы болмас еді өлелгенше». Құрметті оқырмандар, Ыбырай Алтынсарин атамыздың әңгімелері мен өлеңдерін жатқа айтып, санамызды бірге ашайық. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.